Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін қаңтардың 7-сі, Талдықорғандағы жағдай. Ауа райы жылыды бізде. Далада -4, -5 градус болып тұр. Тауықтар пока шығып жатқан жоқ. Күндіз бір мезгіл астындағы мына форточканы ашып қойып жатырмын, чтобы ауа айналатындай. Жалпы тауықтар іште. Осындай пенопласт беру кімнің опытында бар. Пенопласт бермесем, мынау стенаға жабыстырғанның бәрін шұқып тауысып қоятын түрі бар. Сондықтан кішкене пенопласт тасып қойдым. Тоже жейді, білмеймін неге жейді екен. Одан жұмыртқалау тауықтың көбейіп те кеткен жоқ, түсіп те кеткен жоқ. Бір өздері білетін шығар оны. Пенопласттың бір пайдасы бар екен. Пока жағдай осы. Мынау кормушка автомат. Осыдан где-то бір 5-6 күн бұрын салғам, ішіне толтырып. Содан қалғаны мынау түбінде. Осыны полный тауысса, сосын тағы толтырып қоям. Жақсы болды, күнде-күнде салып отырмайсың, өзімен өзі түсіп отырады төменге. Алла жазса осы 1-2 күнде үндік алсам ба деген ой бар, бірақ оған орын жоқ негізі менде. Осы тауық қорадан басқа жылы орын жоқ. Бірақ көреміз, әкеп қосып көрем, тауықтармен шығып төбелеспесе, осы тауықтардың арасына жібере салам. Есе шұқып бір-бірімен төбелесетіндей жағдай болып жатса, где-то осы жерден бөлек қора істеп беретін шығармын. 2-3 үндік алам, пока бастапқыға. Сол 2-3 үндікті где-то осы жерге бөліп қоятын шығармын уақытша, күн жылғанша. Күн жылғаннан кейін басқа жерден орын істеймін. Үндікті де асырап көбейтіп көргім келіп тұр. Алла жазса, осы айдың соңына дейін тағы бір инкубатор алғым келіп тұр. Осы тауықтардың жұмыртқасын салып бастаймын. Қазір январь, февральдан бастап. Сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Жалпы осы бізде ешқандай өзгеріс жоқ. Тауықтар общий менде 18 тауық, 2 қораз күнделікті туып жатқаны қазір 10-нан төмен емес. 10, 12, 14, 16, кейде 9 болып қалады арасында. Бірақ қазір 10-нан төмен түскен емес. Пока жақсы.